Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен алмадан өте ерекше пастила жасаймыз. Пастила өте нәзік әрі дәмді болып шықты. Мен оны птичье молоко конфетіне ұқсаттым. Пастила үшін бізге 1-1,5 килограмм қышқыл алма қажет. Мен бақшада түскен алмаларды теріп алдым. Алманы жақсылап жуып тазалап алғаннан соң оның ортасынан бір бөліп дайындап аламыз. Алманың ортасындағы сүйегін қалдырсаңыз болады, немесе пышақпен кесіп алып тастасаңыз болады. Алмалар піскен уақытта біз оны ситодан өткізетін боламыз, сондықтан ортасын тазалауды аса қажет етпейді. Противенге пергамент қағазын төсеп, алмаларды кесілген жағымен төңкеріп, араларын қатты жақын етпей, барлығын орналастырып шығамыз. 150 градуста қызып тұрған пеште алмаларды шамамен 1-1,5 сағат духовкада ұстаймыз. Алманың пісетін уақыты оның үлкендігіне байланысты. Алманы духовкадан шығарған уақытымызда өте жұмсақ болып тұруы тиіс. Келесі кезекте алмаларды ыстық күйінде ситодан өтсеміз. Ыстық күйінде алмалар ситодан оңайлықпен өтеді. Егер алманы духовкаға салатынның алдында ортасын тазалап салған болсаңыз, оның тек қабығынан қана ажыратып, оны погружной блендермен езіп алсаңыз болады. Пастила үшін бізге 400 грамм пюре қажет. Қалған пюрені зип пакеттерге салып, морозильникте зефирге сақтаса болады. 400 грамм пюренің бетін пищевая пленкамен жауып, оны холодильникке әбден суығанға дейін қалдырамыз. Салқын пюрені холодильниктен шығарамыз. 400 грамм пюреге 400 грамм қант қосып, оны біркелкі массаға айналғанға дейін лопаткамен жақсылап араластырамыз. Пюре холодильникте тұрып салқындаған уақытта қоюлана түседі. Пюрені әбден араластырып алғаннан соң, оған 15 грамм ақуыз қосамыз. 15 грамм ақуыз дегеніміз ол бір жұмыртқаның шамамен жарты ақуызы. Пюрені жақсылап миксермен араластырамыз. Миксермен араластырған уақытымызда пюре ағарып, қоюлана түседі. Әбден қоюланғанша жақсылап миксерлейміз. Араластыру уақыты миксерге байланысты әр қалай болуы мүмкін. Миксердің венчигін көтерген уақытымызда оның басында пюре қатып тұруы тиіс. Осы күйге дейін біз жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте сироп даярлаймыз. Ол үшін біз агар-агарды қолданамыз. Агар-агар дегеніміз желатин секілді, бірақ өсімдіктен жасалған қоюландырғыш зат. Сироп үшін 8 грамм агар-агарды ковшқа саламыз. Оған 100 грамм су қосамыз және 240 грамм қант саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, сиропты газға қоямыз. Сиропты 110 градусқа дейін қайнатамыз. Келесі кезекте сиропты пюреге аздап құйып отырып, жақсылап миксермен араластырамыз. Сиропты құйған уақытта оны миксердің венчигіне және ыдысыңызға тигізіп алмай құйыңыз. Себебі ыстық сироп бірден ыдысыңызға немесе венчигіңізге жабысып қалады. Сироптың барлығын құйып алғаннан соң, тағы да миксермен бірнеше минут көлемінде жақсылап араластырамыз. Негізден агар-агарды қолданғандықтан масса тез қоюлана түседі. Сондықтан формаға пищевая пленка төсеп, алдын ала дайындап қоямыз. Массаның барлығын формаға салып, бетін тегістеп шығамыз. Пастиланы құйған уақытымызда оның қалыңдығы шамамен 1,5-2 см болуы қажет. Мен пайдаланған ыдыстың көлеміне келер болсақ, ені 17 см, ұзындығы 29 см. Пастиланың бетіне пищевая пленка төсеп, оның бетін тегістеп шығамыз. Содан соң пастиланы кемінде 6 сағатқа үй температурасында кептіріп қоямыз. Бір түнге қалдырсаңыз тіптен жақсы. 6-12 сағаттан соң пастиланы ақырындап ыдысынан шығарып аламыз. Пастила бөлініп кетпес үшін абай болыңыздар, себебі ол өте нәзік болып келеді. Пастиланың бетіне ситон мен сахарная пудра сеуіп аламыз. Содан соң өткір ұзын пышақты пайдаланып, ұзынша етіп кесіп шығамыз. Ортасынан бір бөлеміз. Пастила бөліктерін біртіндеп алып отырып, сахарная пудраға малып алып, оны сетканың үстіне орналастырамыз. Пастиланы толық кепкенге дейін осы сетканың үстінде қалдырамыз. Кебу уақыты шамамен 12 сағатты алады. Пастила толық кеуіп біткен уақытта оның сыртында корочка пайда болады. Іші өте нәзік болып келеді. Жеген уақытта аузыңызда балқы береді. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Видео рецепт ұнаған болса, міндетті түрде бағалап кетіңіздер. Мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің, салаттардың рецептімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.